Баршаңызға сәлем, оп-оңай каналына қош келдіңіздер. Өткен сабақтарда сіздермен септіктерді талдап, оқып үйренген болатынбыз. Енді біз етістіктерді, яғни глаголдарды үйренетін боламыз. Лить сөзі жалпы құю деген мағынаны береді. Егер де приставкамен айтатын болсақ, олар әр түрлі мағынаны береді. Мысалы, налить, облить, отлить, полить, подлить, разлить, слить, перелить, пролить, залить, долить, вылить, влить. Көрдіңіздер ғой, приставкамен айтсақ, олар әр түрлі мағына береді. Бұдан бөлек, мысалы, налить сөзін алатын болсақ, наливай, налей сияқты әр түрлі жолмен айтады. Енді бүгін соларды жалпы ашып талқылаймыз. Олардың қандай айырмашылығы бар? Неліктен заливай деп айтады кейбір кезде, неліктен кейбір кезде залей деп айтады, соларды талқылаймыз. Міне бүгін осы етістіктерді үйренеміз. Қараңыздар, кейбір жағдайда наливать, кейбір жағдайда налить, выливать, влить, выливать, вылить, проливать, пролить, разливать, разлить, доливать, долить, отливать, отлить, переливать, перелить, заливать, залить, сливать, слить, поливать, полить, обливать, облить. Көрдіңіздер ғой, бүгін осы етістіктердің барлығын талқылайтын боламыз. Так, лить сөзі құю деген мағынаны береді. Лию деген құйып жатырмын. Енді біз приставкалармен айтқан кездегі қандай мағына беретін етістіктерді қарастырамыз. Енді ең біріншісі бұл бәріміз көп естіп жүрген етістіктің бірі бұл наливать және налить. Енді ойлап жүрген шығарсыз, неге кейбір кезде наливать деп айтады, неге кейбір кездері налить деп айтады. Енді оны былай ашып қарайық, мұқият тыңдаңыздар. Наливать бұл НСВ, налить СВ. Я наливаю, мен құйып жатырмын, яғни процесс. Сіз құю үстіндесіз. Мысалы, су құйып жатырсыз, ыдысқа. Дәл қазіргі сәтте сіз процесс құю үстіндесіз. Я наливаю, ты наливаешь, сен құйып жатырсың, он, она, оно наливает. Яғни ол немесе қыз құйып жатыр. Мы наливаем, біз құйып жатырмыз, вы наливаете, сіз құйып жатырсыз, они наливают, олар құйып жатыр. Он наливал, ол құйып жатқан, она наливала, ол қыз құйып жатқан, они наливали, олар құйып жатқан. Немесе былай да айтуға болады, мысалы, он наливал, ол құйып жатқанда, она наливала, ол қыз құйып жатқанда, немесе жатқан кезде, яғни сол процесс үстінде, бірақ өткен шаққа келіп тұр. Енді налить. Бұл сіз ыдысқа суды құйып болғаннан кейінгі нәтижені сіз налить деп айтасыз. Мысалы, я налью, мен құямын. Ты нальешь, сен құясың. Он, она, оно нальет. Мы нальем, вы нальете, они нальют. Он налил, ол құйды, она налила, қыз құйды, они налили, олар құйды. Яғни құйып болғаннан кейінгі етістікті біз налить деп айтамыз. Енді мысалмен ашайық. Я наливаю чай в чашку. Мен шайды кесеге құйып жатырмын. Яғни құю үстіндемін, процесс болып жатыр. Я налила чай в чашку. Мен шайды кесеге құйдым. Құйып жатырмын емес, құйдым. Сол үшін я налила чай в чашку. Мысалы, біреуге былай деп айтсаңыз болады. Может, нальешь мне чай? Мүмкін маған чай құясың? Немесе, ты наливаешь мне чай? Сен маған чай құйып жатырсың ба? Каждый раз, когда наливаю чай, я забываю сахар добавить. Әр кезде шай құйып жатқан кезде қант қосуды ұмытып кетемін. Ал екінші мысалымыз, сегодня, когда я налила вам чай, я опять забыла сахар добавить. Бүгін сізге шай құйғанда, мен сізге қант қосуды ұмытып кеттім. Сонда бірінші мысалда шай құйып жатқан процесс кезінде қант қосуды ұмытып кетсе, ал екінші мысалымызда шай құйып болғаннан кейін қантты ұмытып кеткенін айтып жатыр. Екінші глаголымыз, яғни етістігіміз выливать, вылить.
сол жақта НСВ, оң жақта СВ. Яғни сол жақ бұл процесс, ал оң жақ дайын нәтиже. Осы шақ я выливаю, ты выливаешь, оно выливает. Мен төгіп жатырмын, сен төгіп жатырсың, ол немесе қыз болса, ол төгіп жатыр. Көпше түрде мы выливаем, біз төгіп жатырмыз, вы выливаете, сіздер төгіп жатырсыздар, они выливают, олар төгіп жатыр. Өткен шақ болса, он выливал, она выливала, они выливали. Ал вылить бұл төгіп болғаннан кейін г нәтижені айтады. Я вылю, мен төгемін, ты вылишь, сен төгесің, она вылет, ол төгеді. Мы выльем, біз төгеміз, вы вылите, сендер төгесіңдер, они выльют, олар төгеді. Он вылил, ол төгіп тастады, она вылила, ол қыз төгіп тастады, они вылили, олар төгіп тастады. Я выливаю молоко из бутылки. Мен сүтті бутылкадан төгіп жатырмын. Үшінші етістігіміз бұл проливать, пролить. Бұны қалай түсінуге болады? Мысалы, сіз стаканға су құйып жатырсыз, байқаусыз да кішкене төгіліп кетті, сол төгіліп кетсе, біз проливать немесе пролить деп айтамыз. Бұл да сол жаңағы етістіктер сияқты, сол жақта НСВ, оң жақта СВ. Проливать. Осы шақта я проливаю, ты проливаешь, она проливает. Мы проливаем, вы проливаете, они проливают. Я проливал, она проливала, мы проливали, вы проливали, они проливали, бұл өткен шақта. Енді пролить. Я пролью, ты прольешь, она прольет, мы прольем, вы прольете, они прольют, он пролил, она пролила, они пролили. Мына суретке қараймыз, стаканға су құйып жатқан кезде сыртқа кішкене су төгіліп жатыр, соны айтып жатыр. Каждый раз, когда я наливаю чай в чашку, я проливаю немного чай на стол. Яғни әр кезде мен ыдысқа шай құйып жатқан кезде столдың үстіне кішкене төгіп қоямын деп жатыр. Сегодня, когда я налила чай в чашку, я опять пролила немного чай на стол. Бүгін чай құйғанда столдың үстіне шайды төгіп қойдым дейді. Проливать сонымен кішкене төгіп қою. Енді разливать, разлить. Бұл көп төгіп қойсаңыз, соны сол кезде айтуға болады. Я разливаю, ты разливаешь, оно разливает, мы разливаем, вы разливаете, они разливают. Он разливал, она разливала, они разливали. Я буду разливать, ты будешь разливать, она будет разливать, мы будем разливать, вы будете разливать, они будут разливать. Разлить бұл егер сіз уже төгіп қойғаннан кейінгі нәтижені айтсаңыз, төгіп қойсаңыз, онда сіз айтасыз: я разолью, ты разольешь, она разольет, мы разольем, вы разольете, они разольют. Он разлил, она разлила, они разлили. Если ты разольешь сок, сразу же вытри пол. Егер соқты төгіп алсаң, полды дереу сүртіп ал. Бесінші етістігіміз бұл суару, поливать немесе полить. Сіз дәл қазір суарып жатқан болсаңыз, онда сіз айтасыз поливаю деп. Егер оны істеп болсаңыз, онда полить сөзін қолданасыз. Сонымен кеттік. Я поливаю, ты поливаешь, она поливает, мы поливаем, вы поливаете, они поливают. Он поливал, она поливала, они поливали. Я буду поливать, ты будешь поливать, она будет поливать. Полить. Я полью, ты польешь, она польет, мы польем, вы польете, они польют. Он полил, она полила, они полили. Тортты креммен жағатын болсаңыз да, полить сөзін қолданады. Торт нужно полить кремом. Тортты креммен жағу керек. Поливаю траву.
шөпті суарып жатырмын, немесе шөпке су құйып жатырмын. Каждое утро мы поливаем растения. Келесі етістігіміз бұл доливать, долить, толтырып құю. Мысалы, сізге біреу шай құйды, бірақ толтырмай. Сіз толтырып құйғанын қалайсыз, сондықтан да бұл жерде сіз долей немесе доливать етістігін қолданасыз. Сонымен кеттік. Доливать бұл НСВ, долить СВ. Я доливаю, мен толтырып құйып жатырмын, ты доливаешь, она доливает, мы доливаем, вы доливаете, они доливают. Он доливал, она доливала, они доливали, я буду доливать, ты будешь доливать, она будет доливать. Я долью, ты дольешь, она дольет, мы дольем, вы дольете, они дольют. Он долил, она долила, они долили. Долей. Бұл сіз толтырып құйып болғаннан кейін айтсаңыз болады. Вы не смогли бы долить сок? Сіз сокты толтырып құя алмайсыз ба? Долейте до конца. Толтырып құйыңызшы. Долить воду в бассейн. Бассейнді суға толтыру. Жетінші етістігіміз бұл переливать, перелить. Бұл төгіп тастамайсыз немесе құймайсыз. Жай ғана, мысалы, бір ыдыстан екінші ыдысқа суды құйып орнын ауыстырсаңыз, сонда переливать немесе перелить деп айтасыз. Переливать НСВ, перелить СВ. Я переливаю, ты переливаешь, она переливает, мы переливаем, вы переливаете, они переливают. Я переливал, она переливала, они переливали. Я буду переливать, ты будешь переливать, она будет переливать. Перелить бұл СВ. Я перелью, ты перельешь, она перельет, мы перельем, вы перельете, они перельют. Он перелил, она перелила, они перелили. Давай я перелью тебе свою воду. Кел, мен саған өзімнің суымды құямын. Тағы да түсінікті болу үшін, я перелила сок из пиалы в стакан, потому что я не люблю пить из пиалы. Мен пиаладағы сокты стаканға ауыстырдым, өйткені маған пиаладан ішкен ұнамайды. Чтобы чай был не слишком горячий, мама 2 минуты переливала его из одной чашки в другую, и только потом она дала чай ребенку. Перелей воду из красной чашки в синюю. Қызыл чашкадағы суды көк чашкаға ауыстыр, немесе құй. Перед путешествием я всегда переливаю свой шампунь в маленькую бутылку. Келесі етістігіміз бұл заливать, залить. Оны өте көп естіп жүрген боларсыздар. Ол 3 түрлі мағынаны береді. Мысалы, бір ыдыстың ішіндегі бар заттың үстіне сіз суды құясыз, яғни сумен жаңағы ыдыстың ішіндегі затқа құясыз, яғни былайша айтқанда. Перед тем, как есть орешки, я всегда заливаю их водой на 20-30 минут. Жаңғақтарды жеудің алдында мен оны сумен 20-30 минутқа қалдырамын. Немесе тағы бір мысал, горит костер. Мне нужно, чтобы огня не было. Я заливаю костер водой. Мысалы, далада от жағылған. Алау дейміз ба қалай? Маған оны өшіру керек. Оны өшіру үшін мен не істеймін? Сумен өшіремін, яғни су құямын. Сол кезде біз заливаю водой деп айтсақ болады. Чтобы приготовить это блюдо, залейте его кипятком и подождите 10 минут. Бұл жерде де мысалы ыдыстың ішінде бір нәрсе бар ғой, яғни тамақ тұр ғой. Сондықтан да оған залейте его кипятком, яғни қайнаған сумен толтырыңыз немесе құйыңыз деп тұр. Егер де сол ыдыстың ішінде тамақ болмағандай, яғни бос болғанда, онда налейте деп айтуға болатын еді. Бірақ ыдыстың ішінде тамақ болғаннан кейін оған залейте деп айтады. Яғни бір нәрсе болғаннан кейін, болмаса налейте деп айтуы керек. Перед стиркой нужно залить кондиционер в стиральную машинку. Үшінші мағынасы бұл бүлдіру. Залить, заливать, бүлдіру мағынасында қолданылады. Залить ковер вином.
кілемді виномен бүлдіру. Келесі етістігіміз сливать, слить. Мысалы сіз жаңғақты жеудің алдында жуатын болсаңыз, алдымен бір стаканға жаңғақты салып су құйып оны жуып аласыз ғой, одан кейін сіз суды не істейсіз, төгіп тастайсыз. Сол төгіп тастаған суды сливать, слить деп айтылады. Я сливаю, ты сливаешь, она сливает, мы сливаем, вы сливаете, они сливают, он сливал, она сливала, они сливали. Я буду сливать, ты будешь сливать, она будет сливать. Слить. Я солью, ты сольешь, она сольет, мы сольем, вы сольете, они сольют. Он слил, она слила, они слили. Соңғы етістігіміз бұл обливать, облить. Бұл деген мысалы біреуге су шашуды айтсақ болады. Я обливаю, ты обливаешь, она обливает, мы обливаем, вы обливаете, они обливают. Он облил, она облила, они облили. Келесі жақ. Я буду обливать, ты будешь обливать, она будет обливать. Бұл обливать, яғни НСВ дәл қазіргі сәтте шашып жатқан суды айтуға болады. Ал облить бұл суды біреуге шашып болғаннан кейін айтуға болады. Я оболью, ты обольешь, она обольет, мы обольем, вы обольете, они обольют. Он облил, она облила, они облили. Арман попросил маму облить его теплой водой из шланга. Арман мамасынан шлангымен су шашуын сұрады. Жылы су шашуын сұрады. Облить человека водой. Көріп тұрсыздар, иә, фотода, яғни сумен біреуге шашып тұратын болса, онда облить сөзін қолданады. Немесе он облил забор краской. Он облил забор краской. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.